Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін тойымды әрі дәмді, құрамына ешқандай горохты да қажет етпейтін, колбасаны да қажет етпейтін өте дәмді тойымды салаттың рецептімен бөлісемін. Бізге ол үшін ең алдыменен піскен етімізді жақсылап майда кубиктарға бөліп турап алатын боламыз. Осы етімізді таза ыдысымызға салып, салаттарымызды қатар-қатарынан салып отыратын боламыз, қыздар. Оливье салатта өте дәмді болады, бірақ та осы салат жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады, қыздар. Ал бізде енді кезекте картошкамызды да майда кубиктарға бөліп, осылай турап алатын боламыз. Одан кейін жұмыртқамызды да осылай кубиктап турап аласыздар. Жұмыртқа осылай қайнаған заттардан дайын болады. Өте дәмді салаттардың бірі, қыздар. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Сонымен қатар мұнда мен Мөлдірдің асханасы деген инстаграм парақшам бар. Осы инстаграм парақшаға да өтсеңіздер, өте оңай рецепттермен бөлісемін, қыздар. Енді кезекте сәбізімізді де, яғни барлығын осылай кубиктап турап алатын боламыз. Өз қалауларыңызша соломкая турасаңыздар да болады, бірақ кубикті алғаны өте әдемі көрінеді, қыздар. Сонымен қатар осы YouTube каналға да тіркеліп алыңыздар, қыздар. Өте дәмді, пайдалы рецепттерді салып отыратын боламын. Осы YouTube каналда алдын жүргізіп жүріп тоқтап қалған болатынмын. Енді қайтадан қолға алып жатырмын. Сіздердің әрбіріңіздің маған қолдауларыңыз өте маңызды, қыздар. Қолдап отырсаңыздар екен. Және де сұраймын, қыздар. Осылай огурцыды да, осылай соленый огурцыды соломка етіп қоссаңыздар да болады, немесе свежий огурцы да болады, қыздар. Свежий огурцымен дәмі ерекше болады. Огурцымызды да осылай майдалап турап, ыдысымызға салып алатын боламыз. Ең соңында, қыздар, осының үстінен майонез қосамыз. Майонезіңізді салып, отбасыларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Өте оңай әрі дәмді салаттардың бірі ғой. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Менің отбасыма қатты ұнады. Ал қыздар, дәл осы рецептпен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Дайындап жасап көріңіздер, қыздар. Тағы да айтамын, YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркеліп алып, қолдап отырсаңыздар екен. Бізде осы қазақша каналдардың дамуына өз үлестеріңізді қосып отырсаңыздар екен деймін. Назарларыңызға рахмет. Видеоны қолдап кетулеріңізді сұраймын.